Конституция мемлекеттің негізгі заңы, жоғарғы заңнамалық күші бар ерекше нормативтік құқықтық акт. Конституция мемлекеттің саяси, құқықтық және экономикалық жүйелерінің негіздерін анықтайды. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда 12-ші шақырылған Қазақстан жоғарғы кеңесінің 9-шы сессиясында қабылданды. Аталған конституцияда қысқа мерзімді перспективалар қамтылды. 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдумда Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы қабылданды. Жыл сайын республикада бұл күн мемлекеттің басты мерекелерінің бірі ретінде аталып өтіледі. Биыл конституциямызға 25 жыл. Жақында ғана кітапханамыздың кітап қоры жаңа басылымдармен толыққандығын сүйіншілей жеткізген болатынбыз. Жаңа кітаптардың ішінде Қазақстан Республикасы Конституциясының жаңа басылымында ерекше атап өтуге болады. Бұл кітап альбомға заңымыздағы өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, 3 тілде жарық көрген. Әрбір баптың мазмұнын ашатын көркем суреттермен безендірілген. Кітап альбом көпшілік оқырманға ұсынылған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының кейбір заңдарының жекелеген басылымдары да облыстық кітапхананың кітап қорын толықтырды. Атап айтар болсақ, жол қозғалысы, зейнетақымен қамтамасыз ету, білім беру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдарға енгізілген жаңа түзетулер мен толықтырулар осындай жеке кітапшалар болып басылып шықты. Ал кезекті басылымда Конституциямыздың барлық бөлімдері қамтылып, қолданыстағы заңымыз күнделікті оқуға ыңғайлы ықшамдалып берілген. Конституция күнін мерекелеу азаматтар, әсіресе жастар арасында конституциялық құндылықтарды құруға және таратуға бағытталған тәрбиелік сипаттағы өркениетті іс-әрекеттер болып табылады. Сөз соңында барша Қазақстан халқын Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар облыстық кітапхана ұжымы атынан осынау салтанатты да мерейлі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз.